Сәлем достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге құлпынайдың сіз білмейтін қандай пайдалары бар екенін айтатын боламын. Құлпынай жемісін көбіне махаббат, сұлулық және жастық жемісі деп атайды. Оны не үшін олай аталатынын көбі біле бермейді. Құлпынай жүрек қан тамырлары ауруларын алдын алады. Бүгінгі таңда әлем бойынша жүрек қан тамырлары ауруларынан қайтыс болып жатқан жандар көбейіп келеді. Егерде ас мәзіріңізге бұл жемісті қоссаңыз, аурудың алдын алуға болады. Өйткені оның құрамында холестерин деңгейі төмендетіп, сонымен қатар құлпынайдағы С дәрумені қан тамырларын қалыпты деңгейде ұстайды. Құлпынай жемісі беттегі пигменттік дақтарды кетіреді. Егер теріңізді ағартып, сепкілдер мен пигменттік дақтардан құтылғыңыз келсе, бетіңізге құлпынайдан маска жасаңыз. Құлпынайдан жасалған маска безеу мен қабынуға қарсы көмектеседі. Егер теріңізге әртүрлі бөртпелер шығып мазаласа, онда құлпынайдың түйінінен маска дайындаңыз. Себебі оның құрамында тері ауруларымен күресетін антиоксиданттар бар. Бұл жеміс кәріліктен де сақтайды. Құлпынайдағы антиоксиданттар бос радикалдарға қарама-қарсы әсер етеді. Сондықтан да кәріліктің ауылын алыстайды. Құлпынай тісіңізді ағартады. Құлпынайдың құрамындағы С дәрумені тісті сарғаюдан құтқарады. Оны тұтыну арқылы сіз белгілі бір уақыттан кейін тісіңізді ағарғанына көзіңіз жетеді. Көздің көруін жақсартады. Жыл өте келе көзіңіздің көруі де нашарлай түсетіні анық. Ол кезде құлпынайдағы С дәрумені органикалық қышқылдар, флавоноидтер түрлі көз ауруларына қарсы көмектеседі. Достар, видео ұнаса лайк басып, комментарий қалдырып, осы каналға жазылып кетуді ұмытпаңыздар. Қазақша каналды қолдауларыңызды білдіріп кетуіңізді сұранамын. Видеоны соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Келесі кездескенше сау болыңыздар достар.